Бүгін сен екі таңбалы сандарды жазбаша қосып және азайтып үйренесің. Тапсырманы тыңда. Көктемде саябаққа 65 шырша мен 35 қайың отырғызылды. Саябаққа барлығы қанша ағаш отырғызылды? Барлығын табу үшін 65-ке 35-ті қосамыз. Шешімін табу үшін баған түрінде жазамыз. Бірліктер бірліктердің астына, ондықтар ондықтардың астына жазылатынын білеміз. Бірліктерді қосамыз. 5-ке 5-ті қоссақ 10. 0-ді бірліктердің астына жазамыз. 1-ді ұмытпас үшін ондықтардың үстіне жазып қоямыз. Ондықтарды қосамыз. 6 ондыққа 3 ондықты қоссақ 9 ондық. Және ойдағы 1 ондықты қоссақ 10 ондық шығады. 0-ді ондықтың астына, ал 1-ді 0-дің сол жағына жазамыз. Нәтижесі 100 болады. Кері амалды орындаймыз. 100 азайту 35. Бірліктерді бірліктердің астына, ондықтарды ондықтардың астына жазамыз. Азайтамыз. 0-ден 5-ті азайта алмаймыз. Ондықтан аламыз. Бірақ ол жерде де ондық 0-ге тең. Ендеше 100-діктен аламыз. 100-діктің үстіне нүкте қоямыз. 100-дік бұл 9 ондық және 10 бірлік. Енді кішірек 9 санын ондықтың үстіне және кішкентай 10 санын бірліктің үстіне жазып қоямыз. Ал енді бірліктерді азайтуға болады. 10-нан 5-ті азайтсақ 5. 9 ондықтан 3 ондықты азайтса 6 ондық болады. 6-ны ондықтардың астына жазамыз. 100-дік разрядында 0 қалды. Біз оны жазбаймыз. Жауапты оқимыз. 65.